Сәлеметсіздер құрметті көрермендер, бүгін мен сізге шектік балл туралы айтатын боламын. Жалпы сіз мектепті бітіргеннен кейін қандай университетке, қандай мамандыққа түсем деген уже НТ-ның баллы шыққаннан кейін ойлана бастайсыздар. Яғни әр университеттің өзіне 50 балдан бөлек шектік балдар болады. Яғни педобразованияда өзінің шектік болады, медобразованияда шектік балдар болады. Және де сіздерге төмендегідей құжаттар тізімі қажет болады. Осы құжаттардың барлығын дайындап болғаннан кейін сіз жалпы вуздың сайтына өтіп, сол вуздағы мамандықтың шекті балын қарап алуыңыз керек боласыз. Шектік бал, мысалы, сіз вуздың сайтына кіресіз, іздейсіз, егер ол жерде шықпаса, сіз тест центр KZ сайтына өтіп, сол жерден де 2023-24 оқу жылына арналған шектік бал деген бөлімге өтіп, сол жерден қарап аласыз. Шектік бал, мысалы, педобразование үшін және де медқа түсетіндер үшін жоғары болып келеді. Ол жақта, мысалы, педобразованиялар үшін, математика білімділік, физика білім, бұл жерде оларға жеке төленетін стипендия мөлшері өзгеше болады, яғни жоғары. Және де бұл жерде бітіргеннен кейін міндетті түрде оларды мектепке жұмысқа алады. Және де білім беру процесі ол жерде Назарбаев мектептерінің жаңағы білім беру методикасына сәйкес ұйымдастырылған. Көптіғаныңызда нәтижеде Евразия ұлттық университеті туралы данныйларды көрсетіп қойдым. Евразия ұлттық университеті бойынша, мысалы, педагогика психологияға максимальный 137 мен түскен болса, 2022-2023 жылы минимальный 89 балмен, ауыл квотасы бойынша 89, минимальный 79. Яғни бұл көрсеткіш жыл сайын өзгеріп отырады. Сондықтан да менің балым осындай жоғары екен, мен осы мамандыққа түсіп кетем деген не болмау керек. Сондықтан қарап зерттеу керек. 2021-2022 жылдағы қандай балдармен түсті, соны қарау керек. Және де мына жерде информатика мұғалімін даярлау бойынша максимальный 123 пен түскенде, минимальный 92 балмен түскен. Және де ауыл квотасы бойынша 92 балмен түскенде, ал минимальный 83 балмен. Ауыл квотасымен түскен балалар міндетті түрде жұмыс жасау керек болады. Оны барлығын финцентр қадағалап отырады. Сондай-ақ география мұғалімі, қазақ тілі мұғалімі, орыс тілі мұғалімдері бойынша данныйлардың барлығын көрсетіп қойдым. Қандай пәндер таңдау керек екенін түгелін көрсеңіздер болады. Мысалы, әлеуметтік педагогты даярлау, биология мен география арқылы түсуге болады. 96 мен 75 балл. Қазақстан Республикасы бойынша общий 75 балл. Бұл жерде ауыл квотасы деген жоқ. Келесі, мысалы, тарих, дүниежүзі тарих мен география таңдау керек болады. Максимальный 128 мен түскен өткен жылы, минимальный 96 балмен түскен. Қазақстан Республика бойынша 96 минимальный балл. Филология, аудармасы. Мысалы, бұлардың барлығы Евразия ұлттық университетінде бар. Мысалы, шет тілі мен дүниежүзі тарихы тапсырған балалар 125 балл мен 114 баллың аралығында. Жалпы саны ғылымдар, математика және статистика. Бұл жерде, егер де сіз математика образование балыңыз жоғары болып жетпей қалып жатса, онда сіз математика, статистика тапсырғаныңыз дұрыс болады. Мына жерде математика, статистика, мысалы, 139 бел, минимальный 91 балмен түскен. Физикаға 128, минимальный 70 балмен түскен. Механикаға
112.000 түссе, минимальный 65 балмен түскен болатын. Келесі, барлығына қызықты осы сәулет мамандығы. Өткен жылы 125 балмен түссе, минимальный 112 балмен түсті. Бұл жерде міндетті түрде 2 шығармашылық емтихан тапсырады, НТ-дан басқа. Оның барлығы вузға алдын ала келіп регистрациядан өту керек болатын. Енді бүгіннен 13 июльден бастап документ қабылдау басталды. Сондықтан сіз өзіңіздің сертификатыңызды алып, егер педагогикалық мамандықтар тапсырам деген болсаңыз, сол жақтың тапсырған сертификатын алып, вузға келіп документтеріңізді өткізсеңіздер болады, немесе онлайн түрде өткізуге болады. Көп тұрғандарда ақпараттық қауіпсіздік 132 балмен, минимальный 85 балмен түскен. Келесі, психология және де журналистика тоже шығармашылық емтиханда тапсырады. Және дінтану мамандығына тапсырған кезде міндетті түрде шығармашылық емтихандар тапсырылады. Менеджмент, басқару, математика мен география таңдалады. 134 түскен, минимальный 116 балмен түскен болатын. Аудит және салық салу, есеп және аудит бойынша математика, география таңдалады. 134 бал, минимальный 117 балмен түстім. Құқыққа 124, 116 бал минимальный. Дүниежүзі тарихы мен құқық негіздерін тапсыру керек НТ-да. Көп тұрғандарыңыздай, біз сіздерге барлық мамандықтар бойынша данныйларды көрсетіп шықтық. Енді жалпы егер де қосымша сұрақтар туатын болса, сіз басқа бір вуздар керек болса, немесе төмендегіде жазсаңыз болады, яғни проходной балл НТ 2022 на грант десеңіз сізге шығады. Бұл жерде мынадай Innovation деген бар, осыны бассаңыз сізге данныйлар барлығы көрсетілетін болады.